Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды нан салма, кейбір өңірлерде май қамыр деп аталатын керемет астың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен нан салмамыздың подливасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін етті жақсылап жуып, турап аламыз. Және де міндетті түрде пиязды тураймыз. Пиязды осылай ұсақтап турап алғаннан кейін, келесі кезекте сәбізімізді жақсылап кубиктап турап аламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қалауларыңыз бойынша кез келген болгар бұрышын турап қоссаңыздар болады. Келесі кезекте қызып тұрған майдың үстінен етті салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Отбасымның мүшелері осылай етті жақсылап күйдіріп қуырған қалайды. Сіздер де солай қуырсаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Етті жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне кезекпен пиязымызды салып, тағы да жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз бен пиязымызды осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап қуырып алатын боламыз. Ары қарай болгар бұрышын қосып қуырамыз, және де мен үй жағдайында жапқан томатымды қосамын. Сіздер дүкеннен алған томатты қоссаңыздар болады. Және де осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне су құйып, қақпағын жауып, баяу отқа қоямыз. Келесі кезекте нан салмамыздың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз жарты стакан суымызға тұз салып жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 2 жұмыртқаны қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте осы сұйық массамыздың үстінен 1 шай қасық сұйық майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Дағыны алдын ала електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Бұл қамырды манты, пельмен, ет тағамдарына пайдалансаңыздар да болады. Қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін арнайы салафанға июі қанғанша сала тұрамыз. 15-20 минуттан кейін салафаннан қамырымызды алып, тағы да жақсылап елеп, қайтадан салафанға 15 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде қамырымыз өте керемет болып жайылатын болады. Қамырымыз демалғанға дейін подливамыздың картобын кубиктап турап қосатын боламыз. Картобымызды турап болғаннан кейін қайнап тұрған подливамыздың үстіне қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, қайтадан қақпағын жауып, баяу отқа қоятын боламыз. Ендігі кезекте июі қанған қамырымызды осылай тағы да зуалап алып, жаятын боламыз. Қамырымызды біркелкі жұқа етіп жайып алып, бетіне ұн сеуіп орап тураймыз. Сол кезде қамырымыз бір-біріне жабыспай туралатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұн сеуіп, оқтауға орап, кесіп алатын боламыз. Қыздар, бұл тағам менің енемнің сүйікті асы, үлкен ата-апаларға өте қатты ұнайды. Сондықтан да міндетті түрде жасап, үлкен ата-апаларымызды қуантыңыздар. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен осылай жұқа етіп турайтын боламын. Қамырымызды осылай біркелкі етіп турап алдық. Мен бұл жерде қамырымыздың ұнын електен өткізіп алдым. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Осы кезде қайнап тұрған суымызға тұз саламыз, және де қамырымызды салып бір қайнатып аламыз. Қамырымыздың бәрін салып болғаннан кейін, қайнап тұрған судағы қамырларымызды жақсылап қозғап алып, қайнап көтеріліп шыққанға дейін қақпағын жауып қоямыз. Міне осылай қайнап шығу қажет. Осы кезде қамырымыздың көбігі тарқағанша қайнатамыз. Дәміне қарап, тұз салып тағы да қайнатамыз. Осы кезде қамырымыздың тұзын көреміз. Егер де кем болса, тағы да тұз қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап қайнағаннан кейін, яғни көбігі тарқағаннан кейін салқын су құйып, ыдысымызға қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Осы уақытта абайлаңыздар, қамыр өте ыстық, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Мінекей қамырымызды осылай сүзіп алдық. Енді осының үстіне подливамыздың майын қосып жақсылап араластырып, бетіне подливамызды құйып, тамағымызды дайындайтын боламыз. Өте тойымды, керемет тамақ. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізге ұнайтыны сөзсіз.
Қамырды ұнатпайтын адамның өзіне де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөлігіне жазып кетсеңіздер болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей осымен нан салмамыз дайын болды. Кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видео рецептке дейін аман болыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын.